Сөз депутат Сәрсенғалиев Нартай Аралбайұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыловқа және Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховқа. Бүгінгі депутаттық сауалыма алаяқтардың қармағын қауып, қолындағы қаржысынан қапыда айырылып, әділдік таппай шақшадай басы шарадай болған жандардың жан айқайы себеп. Эл Капитал деген қаржылық ұйымның құрбаны болған қандастар мынау хатта мәжіліске үмітінің соңғы сәулесіндей сеніммен жолдады. Өйткені Эл Капитал акционерлік қоғамының там-тұм теңге салсаң таудай табыс табасың деген жалған жарнамасына алданған адам саны қазір 1451-ге жетті. Жарнама жасап жалаулатқандардың сапында елге танымал өнер жұлдыздары да өріп жүр. Жапа шеккендердің біразы зейнеткерлер мен жалғызбасты аналар. Жәбірленушілерге келтірілген шығынның жалпы көлемі 10 миллиард 499 миллион теңге. Осынша қаржыны Эл Капиталдың басшылары ізім қайым жоқ қылды деп арызданған отандастарымыз аталған іс бойынша соттың тым созбаққа салынып кеткеніне, прокуратура органдарының баяу әрекетіне наразы. Бұл жерде тағы бір түйткіл бар. Эл Капитал акционерлік қоғамына алданғандар саны 1451-ден әлдеқайда көп. Себебі арыз жазған ағайын қаржылық құйтырқылықтың құрбандары санатында әскери бөлім қызметкерлері, түрлі деңгейдегі мемлекет қызметкерлері, бюджеттік мекеме қызметкерлері бар дейді. Бірақ олар арыз жазудан бас тартып отыр, себебі де түсінікті шығар. 2008 жылы құрылған әрекеттік қаржылық пирамидаға ұқсас ұйымды Алматы қаласының Әуезов аудандық әділет басқармасы ресми тіркеген. Алғашында елге қаржылық сауаттылықты үйрететін бизнес тренингтер өткізіп бастаған компанияға қаржылық сауатымды арттырамын деп барған халық қазір солармен соттасып жүріп, өз сауаттарын өздері арттырып алды. Сонда соңғы ақшасын салған халыққа кім қорған болады? Беймәлім қаржылық ұйымдар ағайынды алдап Қазақстанда қашанға дейін алшаң басып жүре береді. Қарапайым елдің мобильдік аударымына қарауыл қойып қадағалап, қажет болса шара қолданамыз деп халыққа дөң айбат шеккен мемлекеттік органдар шын ұрыларды ауыздықтауға келгенде сылбырлық танытпауы керек. Осы арызды жолдаған елдің нақты талабы мынау. Бірінші, 1451 жәбірленушінің арызының негізінде басталған сот процесі неге созбаққа салынып кеткенін білгісі келеді және әділетті тергеуді талап етеді. Екінші, Эл Капиталдың басшыларынан бөлек сол ұжымға ақша салуға адамдарды үгіттеген өнер жұлдыздарында заң алдында жауапқа тартуды талап етеді. Халықты қанғақсатып отырған тағы бір түйткіл кооперативтер. Депутаттардың атына Аманат Хоум мен Аманат Халық кооперативтеріне ақша салып, не баспанасын ала алмай, не салған ақшасын қайтара алмай отырған азаматтардың атынан арыз түсті. Әділет министрлігінің атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесіндегі борышкерлердің бірыңғай тізіліміне және салымшылардың ақпаратына сәйкес Аманат Хоум кооперативін сотқа беріп, шешімі шығып, ол орындалмай, ақшасы кері қайтпаған 453 адам бар. Оларға келтірілген залал 1 миллиард 193 миллион теңгені құрап отыр. Бұл кезек күттірмейтін шешуді талап ететін мәселе. Бас прокуратураның дерегінше, қаржылық пирамиданы құру және оған басшылық ету бойынша 2022 жылы 104 іс, 2023 жылдың 9 айында 89 іс сотқа жіберілген. Істің саны қысқарғанмен жапа шеккендер саны азаймай тұр. Себебі 22 жылы 892 адам қаржылық пирамиданың құрбаны болса, 2023 жылдың 9 айында жәбірленушілердің саны 2079 адамды құрады. Осыған қатысты нақты ұсыныстар мынау. Бірінші, халықтың ақшасын алып алдап соққан қаржылық ұйымдарды ауыздықтайтын ведомствоаралық тұрақты комиссия керек. Себебі әр мемлекеттік орган қазіргідей өз бетінше қызмет етсе, іс нәтижелі болмайды. Өйткені бір жылда қаржылық пирамидалардан келген залал 2,1 есе көбейген. Екінші, 2023 жылдың мамырында қаржылық мониторинг агенттігі 22 қаржы пирамидасын анықтап тізімін жариялады. Ол тізімді бүгінге дейін 70 мыңнан астам адам ғана көрген. Бұл өте аз. Сондықтан елді ақпараттандырудың қосымша тетіктерін табу қажет. Себебі бір жылда Қазақстанда қаржылық пирамида құрбандарының жалпы саны 3 есеге артқан. Үшінші, былтыр 5 айда қаржылық пирамидаға қатысы бар деген күдікпен 4000-ға жуық сайт пен аккаунттар бұғатталған. Бірақ бұл да жеткіліксіз. Сондықтан күдікті сайтты бұғаттауды жедел жүзеге асыратын тетік қарастыру қажет. Осы депутаттық сауалға заңнамада белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап күтеміз. Құрметпен, Аманат партиясы фракциясының депутаттары. Рахмет. Сөз депутат Сайыров Ерлан Бияхметұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектеновқа.
Президент Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында экономикаға жаңа импульс беру үшін үкімет кәсіпкерлермен терең әріптестік орнату қажет деп атап өтті. Бұл өте маңызды. Себебі кәсіпкерлік таңдаулы азаматтардың еншісі болмау керек. Яғни ұлттық бизнес жеке дара адамдардың қолында емес, жаппай халықтың игілігі болуы тиіс. Адал әрі әділетті ұлттық буржуазияны қалыптастыратын уақыт жетті. Бұл мемлекеттік саясатқа айналуы тиіс. Осы тұрғыда жаңа үкіметтің алдында басты міндет елдің, дүйім жұрттың экономикалық белсенділігін арттыру, халықтың бизнеске, кәсіпке деген қызығушылығын еселеп туғызу. Өйткені бізде әлі күнге дейін бизнесте жер байлығын игеруде де монополия бар екені анық. Оған дәлел, еліміздің негізгі экономикалық көрсеткіштері 10 компанияның еншісінде. Ал ірі салық төлейтіндер одан да аз. Сондай-ақ еліміздегі 300 мыңға жуық жұмыссыздар мен өзін-өз жұмыспен қамтушы 2 миллионнан астам азаматтардың басым көпшілігін бизнес кеңістігіне тарту қажет. Біз кәсіпкерлік әлеуеті терең ұлтқа айналуымыз керек. Материалдық құндылықтарды үнемі жасауға қабілетті ұлттар ғана қарышты даму жолына түседі. Қазақстан азаматтарының экономикалық белсенділігін арттыру үшін бизнесті жаңа ашқан тұлғаларға арзандатылған несие, жер игеруге жеңілдік, өндірістік технологияға қолжетімділік жүйесін жасау маңызды. Ескі Қазақстан тұсында ат төбеліндей топ еліміздің шикізат, қаржы саласында эксплуатация жасап, мемлекеттің жол, темір жол, коммуникация саласындағы ірі мемлекеттік тендерлерге жөн жосықсыз ие болып отырған. Қазақстан азаматтары олигархтардың кесірінен мүмкіндіктер теңсіздігіне ұшырап отыр. Осы үрдісті тоқтату керек. Мұндай құбылыс еліміздің экономикалық тыныс-тіршілігіне үлес қосып, кәсіпкерлікпен айналысқысы келетін мыңдаған қарапайым азаматтарға өз потенциалын көрсетуге мүмкіндік бермейді. Үкіметтің, әкімшіліктің шешім қабылдау тетіктері олигархтарға лобби жасамай, қарапайым азаматтардың кәсіпкерлікпен айналысуына жол ашуы керек. Қазақстан кәсіпкерлігі саласында жүздеген мыңдаған гүлдесін. 90-шы жылдары мемлекет институттарын жеке бастың мүддесіне пайдаланып, көлеңкелі схемалар арқылы олигарх болған шартты түрдегі Машкевич, Шодиев басқа да ескі түрлерінің орнына өздері ауқатты, бірақ халық мүддесін ұмытпайтын, жаппай ұлттық буржуазияны қалыптастыратын уақыт жетті. Осы үшін олигархиялық экономикалық тамырын балта шауып, Қазақстанда әділ әрі адалдық кәсіпкерлік принциптерін қалыптастыру керек. Осы ретте Аманат фракциясы 2029 жылы еліміздің ішкі жалпы өнімін 2 есеге арттырудың фундаменті ретінде Қазақстанда жаппай кәсіпкерлік дағды қалыптастыру қажет деп есептейді. Ол үшін өткен жүйеден мұра болып қалған олигархтардың экономикалық мүддесін қорғауды тыюмен оларға лобби жасаушы топтарға тоқтау салу, ірі тендерлерді әділетті, ашық, жаңа буын бизнесмендердің потенциалын арттыруға бағыттау, халықта жаппай бизнес дағды қалыптастыру үшін мемлекеттік саясатты бұру, аудандық, облыстық деңгейде тегін бизнес дағды үйрету курстарын ашып, бизнес ашатын азаматтарға мемлекеттен арзандатылған кредит, жер беру мәселесін шешу қажет. Құрметпен Аманат фракциясы мүшелері. Сөз депутат Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Қасымқызына. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіз еліміздің бейнесін танытатын символдық мән мағынаға ие қастерлі ұғымдар. Мемлекеттік рәміздерді терең тану мен қадірлеу бүгінгі біздер үшін де, келешек ұрпақ үшін де аманаты үлкен парыз. Бірақ рәміздеріміз бен мемлекеттік наградалардың атауын, элементтерін қайталайтын, түсініксіз ұйымдардың мән мағынасы жоқ орден медальдары, жалған атақтары, жауыннан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап кеткені шындық. Мұндай үрдіс ешкімге абырой әпермейді. Керісінше адамды даңғойлыққа, жеңіл атақ құмарлыққа итермелейді. Дабыл қақпасқа амал жоқ. Хакім Абай
Арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда демекші, арзан атаққа алданғандар мен жеңіл жолмен пайда тапқыш атақ сатқыштар көбейіп барады. Тіпті жеке адамдардың тойларында да жалған атақтар мен құнсыз сөлкебайларды жыртыс таратқандай үлестіріп жататын кереңсіз көріністерге көңілін құлазиды. Тағы да сол абай жарықтықтың бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан деп күйінетіні осындайдан ғой. Мысалы сіз 50 мың теңгеге пысықай ұйымның атынан Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері медаліне, ал 100 мың теңгеге Қазақстанның құрметті азаматы атағына ие боласыз. Сан ғасырлық елдік тарихымызда ұлт ұстазы деген халық ұсынған сәулелі сөзді қастерлеп, Ахмет Байтұрсынұлына ғана қолданатын едік. Қазір ұлт ұстазы деген атақты бар болғаны 10 мың теңгеге сатып ала аласыз. Академик дегенде көз алдымызға Қаныш Сәтпаев секілді ғұлама ғалымдар елестеуші еді. Қазір 200 мың теңге беріп, қаптаған түсініксіз академиялардың жалған академигі бола саласыз. Міне, асылдың жасыққа, құндының құнсызға, қымбаттың арзанға, мөлдірдің батпаққа айналуының нақты көрінісі. Сонда бабаларымыздың бой тұмарындай болған әділет, қанағат, ынсап қайда қалды ағайын? Бұл құрметтеу емес қорлау, жұртты алөкпе қылатын, өте қауіпті әрі қоғамды бүлдіретін үрдіс. Осы ретте әділетті келешекке қадам басқымыз келсе, сатылатын мәнсіз марапаттардан қоғамды сақтандыру маңызды. Мемлекеттік рәміздерді ретсіз қолданып, жалған атақтар мен құнсыз сөлкебайларды сатып пайда тапқыш пысықайлардың әрекеттеріне құқықтық негізде тыйым салу керек. Екіншіден, рәміздер мәселесінде әлі де ойластыруды, ортақ шешімге келуді қажет ететін түйткілдер бар. Бірінші атауға байланысты. Геральдика гербтер мен оларды қолдану дәстүрлерін ғана зерттейтін арнайы тарихи пән. Яғни геральдиканың нысаны тек гербтер ғана. Ал рәмізтану бұдан кең ауқымдағы зерттеулерді қажет ететін сала. Сондықтан бұл жұмыстармен айналысатын мекемені геральдикалық зерттеу орталығы деп емес, ұлттық рәмізтану орталығы деп атаған жөн. Өйткені рәмізтану нысанында мемлекеттік рәміздермен қатар ертедегі символдық таңбалардан бастап ою-өрнектер тіліне дейін қамтылады және олардың рәміздік мән мағыналары ашылады. Рәміздер мәселесін өз елінің тарихымен сабақтастыра қарастыру әлемнің Жапония, Франция сияқты дамыған елдердің тәжірибесінде бар. Осыған орай біздің рәмізтану арнайы ғылым ретінде қалыптасатын уақыт келді. Жоғарыда айтылған ойлардың түйіні ретінде келесі ұсыныстарды айтамыз. Бірінші, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының ұлттық құрылтайда айтқан тапсырмасын нәтиже шығарып, аймақтар мен қалалардың таңбасын әлемдік стандарттар негізінде бірыңғай үлгіге икемдеп әзірлеу және бекіту тәртібін ретке келтірген жөн. Екіншіден, қазіргі геральдикалық зерттеу орталығының атауын ұлттық рәмізтану орталығы деп өзгерту мәселесі қарастырылсын. Үшіншіден, рәміздерді ғылыми тұрғыда зерттеп, жүйелеу ісіне рәмізтанушылармен қатар тарих, археология, этнография саласының мамандары да кеңінен тартылу қажет. Төртінші, мемлекеттік рәміздер арқылы қоғамда патриоттық сезімді орнықтыру үшін балабақшадан бастап мектеп, колледж, жоғарғы оқу орындарында рәмізтану бойынша арнаулы тәрбиелік іс-шаралар жоспарлы түрде жүйелі өтуге тиіс. Бесінші, мемлекеттік рәміздердің элементтерін, мемлекеттік наградалардың және атақтардың атауын қайталайтын әрекеттерге құқықтық тосқауыл қою керек. Осы депутаттық сауалды заңнамада белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен аманат фракциясының депутаттары. Рахмет. Сөз депутат Баққожаев Анас Ахатұлына беріледі. Рахмет, Дания Мадиқызы. Депутаттық сауал премьер-министрінің орынбасары, ұлттық экономика министрі Байбазаровқа, құрметті Нұрлан Серікұлы, жақында ғана ұлттық экономика министрі болып тағайындалдыңыз. Бюджеттік саясаттың тізгіні енді өз қолыңызда. Соған байланысты ауыл партиясының депутаттары сізді мына ауылдың бюджеті бар екенін, осы мәселенің маңызды екеніне назар аударуды жөн көріп отыр. Есіңізде болса, 2018 жылы 4-ші деңгейлік бюджет деген пайда болған. Оның негізгі мақсаты ауылда жиналатын салықтардың сол ауылдың өзінде қалуын қамтамасыз ету. Сол арқылы ауыл бюджетінің тәуелсіздігін, дербестігін қамтамасыз ету. Міне 5 жылдан аса уақыт өтті.
Бұл мақсат орындалды ма? Өкінішке қарай орындалған жоқ. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметіне қарасақ, қазіргі таңда салық көздері күн сайын кеңейіп жатыр дейді. Бірақ нақты статистикаға жүгінсек, ауылдардың бюджеті күшеюдің орнында керісінше жүдеп бара жатыр. Бүгінгі таңда түсімі жағынан сорлап жатқан ауылдар Ұлытау, Қызылорда, Қарағанды облыстарында, өндірісі дамыған Атырау, Павлодар облыстарының өзінде жағдай өте мүшкіл. Сонда мына жер қойнауын пайдаланатын компаниялардың сол ауылдарды дамытуға бағыттайтын түсімдері, жасайтын салымдары қайда кетіп жатыр? Ол ауылдың бюджетіне түспесе қайда деген заңды сұрақ туындайды. Өз қаражаты өзіне жететін ауылдардың саны саусақпен санарлық. Бүгінгі таңда бұл Қазақстан ауылдарының 0,12% ғана. Соның өзінде сол ауылда жиналатын қаражатын, яғни бюджетін талан-таражға салып, итересуасын шығарып, тартып алып жатқан фактілер де бар. Мысалға, Алматы облысының Қарасай ауданы іргелі ауылдық округтік бюджетіне 583 миллион теңге түскен 2020 жылы. Міне, бүгінгі таңда бұл ауылдың жамайтын жыртығы өте көп. Газды да, жарықты да, суды да, жолды да жүргізу керек. Бірақ осыған қарамастан жоғары тұрған бюджет соның 80%-ын тартып алған. Сонда ауыл бюджетінің дербестігі, тәуелсіздігі қайда деген сұрақ туындайды. Тағы бір мәселе, осы жоғары тұрған бюджеттің төменгі тұрған ауылдық бюджетке көрсететін қолдау саясаттағы қателіктер. Логикаға жүгінсек, бюджеті аз, салығы аз ауылдар бюджетті қолдаудың мейлінше көп бөлігін алуы тиіс. Бірақ нақты жағдайды қарасақ, ондай фактілер жоқ. Біз өз депутаттық сауалымызда нақты мысалдарды келтірдік. Сонымен қатар, несиелендіру, инвестициялық жобаларды тарату саясатта түсініксіз. Мына салық көздері не үшін енгізілді? Кәсіпкерлік дамыса, сол салық көздері ұлғаяды. Соның арқасында ауылдық бюджеттің түсімі көбейеді деп берілді. Ал енді несие мен инвестициялық жобаларды қарайықшы. Мысалға, ауыл шаруашылығында бөлінетін қаражаттың көлемі, бюджет мүмкіндігі аз Абай облысына несие мен инвестицияның 2,5%, Жетісу облысында 3%, ал Ұлытау облысына тіпті 0,8% беріліп отыр. Міне, мұндай саясатпен ауылдарды біз өкінішке қарай дамыта алмаймыз. Осыған орай ауыл партиясының депутаттары төменгі талаптарды қояды. Бірінші, мына субвенциялар мен трансферттер, сонымен қатар инвестициялық жобалар, несиелендіру көлемдерін осы ауылдағы бюджетке келетін түсімдерді ескере отырып, әділ бөлінуін қамтамасыз ету керек. Екіншіден, үкіметтің жоспары бойынша осы салық базасын кеңейту үшін берілетін жаңа салықтарды осы ауыл партиясының фракциясымен бірге пысықтап, бірге жұмыс істеуге шақырамыз. Және үшінші, 2026 жылы санақ өткізілмекші, ауыл шаруашылығы санағы. Соның барысында осы салықтық базаға ықпал ететін объектілер бойынша түбегейлі терең статистикалық зерттеу жүргізілсе деген өтінішіміз бар. Назарларыңызға рахмет. Сөз депутат Тумашинов Улықбек Шабданұлына беріледі. Рахмет, Дания Манихқызы. Менің депутаттық сауалым премьер-министрдің бірінші орынбасары Скляр мырзаға. Құрметті Роман Васильевич, елімізде көктем түспей тұрып, көптеген аймақтарда тасқын жүру қаупі бар. Биыл Қазақстан аймақтарында ерекше климаттық ауытқу болып тұр. Бір жерде қар апталап жауып тұрса, бір жерлерде ескек жері соғып тасқын болып жатыр. Жыл сайын болатын су тасқындары азаматтарымыздың өмірі мен мүлкіне қауіп төндіріп қана қоймай, отандастарымыздың моральдық, психологиялық деңгейінде кері әсер етуде. Өткен жылы көктем кезінде Ақтөбе, Атырау облыстарында тасқын болып, біздің сайлаушылардың әбдігерін шығарған болатын. Аманат партиясы зардап шеккен тұрғындарға құрылыс материалын көмек көрсетті. Адамгершілік пен өзара көмектесу әрбір азаматтың парызы деп білеміз. Биыл су тасқындары Шығыс Қазақстан, Орталық Қазақстан, Ақтөбе облыстарында болуы ықтимал. Еліміздің азаматтары тағы да қиын-қыстау жағдайға қалмау керек. Аманат фракциясы су тасқынына қарсы келесі шараларды үкімет шұғыл қабылдау қажет деп есептейді. Біріншіден, еліміздің барлық аумағында су тасқын қаупі бар жерлердің картасын жасау керек. Екіншіден, халыққа тасқын, сел қаупі жөнінде дер кезінде хабар беру жүйесін тексеру. Үшіншіден, төтенше жағдай министрінің құтқару қызметтерінің азаматтарды дер кезінде қауіпті жерден алып шығу қабілетін қазірден қадағалап тексеру. Төртіншіден, су тасқыны қаупі бар жерлердің барлығын тасқынын қорғайтын
дамбалар, контррегуляторлар, су өтетін көпірлердің астарын тазалау аса маңызды. Ең бастысы, көктем кезінде аяқ астынан тасқын болып, тағы да біздің азаматтар зардап шегіп жүрмесін. Құрметпен Аманат партиясы фракцияның мүшелері. Сөз депутат Әуезбаев Нұрлан Сатыбалдыұлына беріледі. Рахмет, Дания Мадиқызы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, ұлттық экономика министрі Байбазаров Нұрлан Серікұлына. Құрметті Нұрлан Серікұлы, жалпы ұлттық социал-демократиялық партия атынан Астана қаласында бөлшек саудамен айналысатын базарлар мен сауда орталықтарының жеке кәсіпкерлердің салық пен банктің комиссиясын азайтуды сұрағатын өтініш келіп түсті. Өйткені нарықтағы қазіргі экономикалық жағдай жеке кәсіпкерлерге қиындық туғызып отыр. Олардың айтуынша, кәсіпкерлердің басым бөлігі салық төлеудің оңайтылған режиммен жұмыс істейді. Бұл режим бойынша айналымнан 3% салық төлейді. Бұл кезекті бухгалтерлік есеп жүргізбегенмен кеңсені жалдау, ақысы, коммуналдық қызмет, логистика, жұмысшыға төленетін еңбекақы, тағы да басқа қызметтерге қалтасынан төленетін еңбекақы шаш етектен шығын болып отыр. Көпшілігі несие қарызға белшесінен батып отыр. Біразы бизнесін өлтірмеу амалымен микроқаржылық ұйымдардан несие алған. Сонымен қатар олар күнделікті төлейді, айдан айға алған өздерінің құнды заттарын ломбардқа тапсыруға мәжбүр болып жүр. Сондықтан азаматтардың кірісіне салатын 3% салықты таза пайданың пайызына негізделген неғұрлым әділ механизмге ауыстыру сұрайды. Бұл тәсіл салық ауыртпалығын әділ реттеуге көмектесіп, экономикалық белсенділікті ынталандыру мүмкін дейді. Екінші деңгейдегі банктер қосатын пайыздарға келетін болсақ, мысалы, клиент Каспий QR-мен төлем жасау кезінде банк 0,95% комиссия ұстаса, картамен төлем жасалған жағдайда 2,5%, ал Каспий рассрочка және Каспий рет бойынша 10-12% ұсталады. Ескеру керек, Каспий ретпен рассрочкаға тауар алатын азаматтар баршылық. Сондай-ақ банктен беретін ақшаны шешіп алу кезінде де азаматтар 1% банк ұстап қалады. Бұған наразы болған кәсіпкерлер Қазақстан Республикасындағы банктер әрбір транзакция біздің пайдамыздан 3 және 5% артық ұстап отыр дейді. Жалпы алғанда біздер салық пайызымыздың банктер қызмет үшін 6% төлем жасап келеміз дейді. Сонымен қатар жыл басынан бастап салық салушылар тарапынан қысым сезіліп жатқанын айтып жатыр. Сондықтан кәсіпкерлерге бюрократиялықты азайту, салық салушылармен өзара іс-әрекетті барынша азайту үшін салық есептерін, рәсімдерін оңтайландыру мәселесін қарау керек. Егер бөлшек саудаға түсіп отырған салмақты шұғыл жеңілдету шаралар қазірден қабылданбаса, көптеген шағын кәсіпкерлер жұмысын тоқтатудың алдында тұр. Жеке кәсіпкер ретінде еңбектеніп жатқандардың көбісі қазірдің өзінде бизнесін жауып бастаған. Өйткені тауып отырған табысы мардырымсыз, керісінше шығынға ұшырап, несие мен қарыздың қамытын киіп отыр. Әрі жұмыссыздар қатарын толтыруда. Сәйкесінше мемлекеттен жұмыссыздық бойынша жәрдемақы төлеуге мәжбүр болады. Мемлекет неге ешкімге масыл болмай, табысын өздігінен табуға әрекеттенген азаматтарды бұлай сартанға салады? Осыған байланысты ұсыныс: бизнеске қолайлы жағдай туғызу және кәсіпкерлердің салық жүйесіне деген сенімін нығайту үшін салық салу процестерінің ашықтығын арттыруға бағытталған шараларды күшейту ұсынамыз. Бизнесте де басқа салаларда ашықтық әрі әділдік болу тиіс. Екіншіден, виза, мастер карттардың орнына ұлттық төлем жүйесін енгізу керек. Қазіргі таңда шетелдік төлем жүйесі істеп тұрғандықтан ұлттық экономикамыздың қаражат шетелдік жүйеге кетіп жатыр. Әр транзакциядан шамамен 0,3% ұстағанның өзінде мемлекетімізден 50 миллиардтан астам қаражат шетелдік жүйеге кетуде. Үшіншіден, шағын және орта бизнес өкілдері мемлекеттік бюджетке жалпы айланынан төлеп жатқан 3% салық оларға айтарлықтай ауыртпалық салып тұр. Екіншіден, кәсіпкерлер қинамай, салықты 3%-дан 2%-ға дейін азайту қарастыру қажет. Осы мәселелерді жан-жақты қарап, ескерулеріңізді сұраймын. Құрметпен, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы фракциясы депутаттары. Рахмет.
Сөз депутат Әшімбетов Нұржан Кемерұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Премьер-министр орынбасары Жұмағаринге. Аманат партиясы фракцияның депутаттарының атына мал шаруашылығында соңғы кезде ауа райының салдарынан туындап отырған қиын жағдайға байланысты өтініштер түсуде. Қазіргі кезде елімізде бірнеше облыстарында Ақмола, Қарағанды, Павлодар жайымдардың мұз басуына байланысты табында жүрген жылқы малының өлу оқиғалар орын алып отыр. Жауын аралас қардан кейін Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Ұлытау, Солтүстік Қазақстан облыстарында да қысқы жайымдарға жағдай нашарлап кетті. Былтырғы жылдың қуаңшылығына байланысты көптеген өңірлерде егіндік жерлер ғана емес, шөп оратын жерлерге зиян шекті. Сондықтан бүгінгі күні жем шөптің мүлдем аздығынан жылқыларды үй маңында ұстау қиын болып тұр. Қалыптасқан жағдайға байланысты Мәжіліс депутаттары сізден келесі мәселелерді шешуге сұрайды. Біріншіден, ауа райының экстремалды қолайсыздығы жағдайында қыстау өткізу үшін облыс және аудан көлемдерінде жедел штаб құру. Тез арада шаруашылықтардың жағдайын, малдың барлық түрлі бойынша шынайы ақпаратты нақтылау керек. Екіншіден, қажет болған жағдайда жергілікті аумақ бойынша төтенше жағдай жариялау. Үшіншіден, өңірлерден тұрақтандыру қорларындағы, ал қажет болған жағдайда азық-түлік корпорацияның акционерлік компанияның жем-шөп қорларындағы жем шөпті пайдалануға ұйымдастыру. Төртіншіден, шөп қоры жеткілікті көлемде шаруа қожалықтарынан мал азығын ауылдарға жеткізу мен пайдалануды ұйымдастыру. Бесіншіден, жылқыларды қолайлы жайымдарға, соның ішінде орман қорындағы жайымдарға ауыстыру ұйымдастыру. Алтыншы, қажет болған жағдайда жайымдарды мұз, қар бетін бұзу үшін механикалық өңдеу ұйымдастыру. Басқа да шараларды жасау. Мал шаруашылығында жүйелі шара ретінде ауыл шаруашылығы министрлігі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, жайымдық жерлерді үстірт және түбегейлі жақсарту кеңінен жүзеге асыруды ескере отырып, елімізден жем-шөп базасын жақсартудың кешенді бағдарламасын даярлауды сұраймыз. Құрметпен Аманат партия фракциясы мен аграрлық комитеттің депутаттары. Сөз депутат Әшімжанов Жанарбек Садыханұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының көлік министрі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшысына жолданады. Өткен аптада үкіметтің кеңейтілген жиынында ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің көлік логистикалық әлеуетін арттыру үшін белсенді жұмыстар қажет деген. Жол саясатындағы мақсат біреу, республикалық немесе аймақтағы жол болсын, бәрі сапалы болу керек, әзірге жағдай мәз емес деген баға берген болатын. Бұған дейін де мемлекет басшысы Қазақстандағы жолдарды құрақ көрпеге теңеген еді. Әлі күнге дейін жол саласында салғырттықтар аз емес. Жол Қазақстанның қан тамыры. Тамырдан ақау кетсе, адам ағзасы қандай жағдайға ұшырайтын өздеріңізге мәлім. Жол азабын жүрген біледі. Осы орайда сол азапты күнді бастан кешіп жатқан Алматы облысы, Кеген, Нарынқол, Ұйғыр аудандарындағы елдің жан айқайын жеткізгім келеді. Бұрында айтқам, тағы да айтуға тура келіп тұр, өйткені нәтиже жоқ. Жалпы Кеген ауданы бойынша республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 215 шақырым. Көкпек, Кеген, Түп республикалық маңызы бар автокөлік жолы 1968 жыл салынған. Осы жолдың Кеген асуынан Кеген ауылына дейінгі жолға 2021-22 жылдары Қазавтожол ұлттық компаниясы орташа жөндеу жұмыстарын жүргізген. Жоба құны 875 миллион теңге. Жауапкершіліксіз мердігердің кесірінен сонша қаржы желге ұшты да кетті. Жыл өтпей жолдың асфальт жабындысы толығымен қирап, қайтадан таз қалпына түсті. 2022 жылы осы учаскелерде 18 жол көлік оқиғасы тіркеліп, ай күннің аманында 43 адам жарақаттанып, 10 адам қаза тапты. 23 жылы 6 жол көлік оқиғасы болды. 27 адам жарақаттанып, 2 адам бақилық болды. 2022 жылы Ақсай ауылынан Кеген асуына дейінгі Көкпек Кеген Түп республикалық маңызы бар жолының және Қарқара ауылынан Қырғыз шекарасына дейінгі аралыққа күрделі жөндеу жұмыстары 2017 жылы басталып, айналдырған 23 шақырымға 3 миллиард 296 миллион теңге жұмсалған жоба 23 жыл зорға аяқталған. Кеген мен Нарынқолдың арасын жалғайтын республикалық
90 шақырымдық жол халық үшін қияметтің қыл көпірінен кем болмай тұр. Кезінде уақытша жөндеу жұмыстары жүріп жатқан жерге барып, жолдың ой-шұқырын аяғымен таптап жүрген жолшылардың тірлігін көріп көзімізбен қайран қалғанбыз. Жалпы ел ішінде Қазавтожол ұлттық компаниясы мен оның өңірдегі филиалдарына елдің наразылығы аз емес. Саладағы жемқорлық мәселесі жолдың да, халықтың да титығын шығарып болды. Ұйғыр аудан аумағындағы Шонжы Көктал арасын жалғайтын 40 шақырымдық жол өңір тұрғындарының әлеуметтік тауқыметіне айналды. Күйреген көлік, жұқарған жүйке, қосалқы бөлшек күтіп жолда қалған жүргізуші, жол күткен балашаға. Аз уақыттан кейін күн жылып, жолдағы ошақтай шұңқырлардың мұз еріген соң халық жол азабын қайта тартады. Талқаны шыққан тас жолға ашуланған халық 2 мәрте қайқа асуын жауып, наразылық білдірген. Алайда бүгінгі күнге дейін Қазавтожол ұлттық компаниясы тарапынан ешқандай қозғалыс жоқ. Алматы облысының таулы аймағы туризмді дамытуға өте қолайлы өңір. Туризм кластерін дамытуда мемлекет басшысы да бірнеше мәрте айтты. Алайда ойдым жолда қарыс қадам жүре алмай жүрген жұрт туризмде емес, үйіне тура жетуге зар. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік аталған аудандарда арнайы тексеру жұмыстарын жүргізіп, нәтижесін халыққа хабарлап тиісті шаралар қолдануын, ал жолға жауапты министрлік жоғарыда көрсетілген республикалық және аймақтық маңызға ие жолдарға кешенді сараптама жасап, жеделдетіп халық игілігіне сапалы жол ұсынуын сұраймыз. Құрметпен мәжіліс депутаты Аманат фракциясының мүшесі Әшімжан. Заместителю премьер-министра Тамаре Касымовне. В конце прошлого года в Алмате умер 2-летний ребенок после непрофессионального лечения в сомнительной клинике. Ребенку было назначено 22 лекарственных препарата, 7 внутривенных капельниц одновременно. В результате отравления организма отказали все жизненно важные органы, и ребенок скончался в реанимации городской детской больницы. Даже не медицинский работник понимает, что одномоментный прием 22 и более лекарственных препаратов тяжело выдержать взрослому человеку, не говоря о детском организме. В этой клинике маленьким пациентам назначают до 40 лекарственных препаратов одномоментно, и немало случаев осложнений, нанесения непоправимого вреда здоровью детей. При этом консультация врача стоит 200 тысяч тенге, курс массажа 400 тысяч тенге и другие медицинские услуги по необоснованно завышенным ценам. И данная клиника в центре мегаполиса в настоящее время продолжает работать. В медицинских вузах учат будущих врачей не допускать полипрагмазии, стараться не назначать более 5 лекарственных препаратов. Также недавно в реанимационное отделение 2-й городской больницы города Астаны поступила тяжелая больная с флегмоной и другими осложнениями после незаконно проведенных пластических операций псевдоврачом, без медицинского образования, без сертификата специалиста и без наличия государственной лицензии. Больную еле спасли, проведя экстренную хирургическую операцию. И таких фактов немало. В Таразе псевдохирурги-мошенники провели 9 незаконных пластических операций в частном салоне. блефаропластику, липосакцию и другие операции. В результате причинены неизгладимые увечья здоровью в виде деформации тканей лица и тела, асимметрии век, спазмических болей в области живота, дисфункции конечностей и изменений формы околоушных раковин в виде мочки эльфа. К сожалению, сейчас в социальных сетях любой человек может прорекламировать и провозгласить себя специалистом любой сферы и даже врачом, не имея специальных знаний в области медицины. Люди становятся жертвами подобных заманивающих реклам. Также зачастую псевдоврачи используют в своей лечебной деятельности молотки и другие непонятные средства, незарегистрированные лекарственные препараты, состав которых неизвестен. Куда смотрят контролирующие органы? Департаменты здравоохранения, комитеты контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности, в конце концов, правоохранительные органы. В связи с вышеизложенным считаем необходимым обеспечить контроль рекламных объявлений в социальных сетях, рекламирующих оказание медицинских услуг, усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности. С уважением депутаты, члены фракции партии «Аманат».